Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, баршаңызға қайырлы күн. Біздің балапандарымыз кеше жақында келген 4 күндік. Мінекей, бұлар енді жемін суларын қазір ішіп, бұларға көк шөп беріп жатыр, сосын құрт беріп жатыр, жерді қазып құрт беріп жатыр. И бізде мына жақта бір балапан жоқ вообще, таба алмай қалдым. Мына жерде 8 балапан жүр, жалпы 10 балапан алдық, 10 біреу өліп қалды, қазір мына жерде 8 балапан жүр. И енді бір кішкентай ақ балапан жоқ. Кішкене аурушаңда өйді. Сол жоқ енді, таба алмай жатыр. Бір тауық мұнда тұр. Қайда кетіп қалды? Түсінбей жеттім сол. Қазір енді соны іздейтін боламыз. Тауықтар түгел. Сон кеше ойлап отыр едім, ана кішкентай балапандардың қасына қосып жіберем ба деп бір жағынан ойланып қалдым. Ана короче көзі, бір жақ көзі бұлшықтанып тұр ғой, жалпы шаймен жуған, ішінде мына сары бірдеме шықты, алып тастаған. Содан кішкене жазылып келе жатыр. Сол енді қазір жоқ. Ол жалпы мана таңертең шығарғанда болған. Ол балапан деген. Мысығы келе бірден жеп кеттім. Мына жақта едім, орман болып отыр. Қалай ойлайсыздар, не жеп кетуі мүмкін, қайда кетуі мүмкін? Жоқ вообще. Жоқ, мына жақта вообще жоқ. Менің ойымша қарақ салып кетті, или болмаса мысық алып кетті ғой, яғын. Сол екеуінің біреуі алып кетті ғой. Әйтпесе болу керек қой. Мына ішіне кіріп жүріп балапанды. Ё-моё, қайда қалды? Цып. Қазір достар, енді соны іздейтін боламыз, енді вообще жоқ, табылмады. Комментария жазып кетіңіздер, не алып кетуі мүмкін. Менің ойымша мысық или қарақұс алып кетті, потому что кеше. Мана қарақұста кеше деп пе, мана қарақұста жүрген төбейді. Бірақ қазір бұлттан тұрған жоқ, төбей нормально. Ё-моё, не болып кетті кене. Все, давайте достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Енді біздерге балапанды іздейміз, тапсақ табамыз, таппасақ, мен жақсы кетеді солай.